Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, жамағат. Біз сіздермен Құран ғибраттары сабағын жалғастырамыз. Біз Мүлік сүресінің 16-шы аятына келіп тоқтаған едік. Естеріңізде болса, өткен сабақтағы аяттарда Алла Тағала ризық туралы айтты. Жер бетін кезіп, ризықтарыңды іздеңдер, түбінде оған ораласыңдар деген мағынадағы аяттың төңірегінде ғалымдарымыз не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қандай хадистер қалған, соны өткен едік. Енді ары қарай келесі аяттарда Алла Тағала осы сүренің бас жағынан бері айтылып келе жатқан мынау өлім, ақырет ақиқатын, тозақ, Алланың есеп қисабы деген сияқты бүкіл осы ғайыппен қатысты иман келтіру керек болған нәрселер айтылды ғой. Енді соны жоққа шығаратын, соған иман келтірмейтін топ, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезінде де болды, ол одан кейін де болды, қазір де бар, әлі де бола береді. Бәрібір де бүкіл жер беті мұсылман болып кетпейді. Құранда Алла Тағала айтты, егер Алла қаласа, барлығын мүмін қылар еді деді. Бәрін иман келтірген қылар еді. Бірақ Алла Тағала солай өзінің шексіз хикметіне сәйкес қалады. Иман мәселесіне келген кезде ерік қалауды адамның өзіне берді. Адам өзінің таңдауын жасады. Енді сол қарсы шығатын кәпір топ қой, былай шыққан кезде. Соларға қарата келесі аяттарды түсіреді Алла Тағала. Астағфиру билlah. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Аспандағы сендерді жер жұтқызып жіберуден, фаиза хия тамур деген жер жұтқан кезде сондай бір жұлқынып, дірілдеп, сілкінеді ғой. Сондай болып, сілкініп тұрып сендерді жерге жұтқызып жіберуінен аманмын деп ойлайсыңдар ма дейді. Бұл жерде дегенде аспандағы деген біреулер ақидаға қатысты қылып алып кетіп жатады, бірақ бұның ақидаға ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерде Алла Тағаланың орнына, мекеніне қатысты ештеңе айтылып жатқан жоқ. Бүкіл ахли сунна тәпсірлерін қарасаңыздар, бұл жерде мүлкі аспанда болған, билігі аспанда болған, періштелер аспанда болған, азабы аспаннан түсетін деген сияқты. Енді қарап отырсаңыздар, бұрынғы үмбеттердің, қауымдардың көбісінің азабы аспаннан түсті ғой. Тас жауу болсын, басқа да. Содан соң бүкіл Алла Тағаланың малакут дейді ғой, бұл жердегі патшалығы. Қарап отырсаңыз, періштелердің орны қай жақ? Аспан, жаңағы аршының орны қай жақ? Ол да аспан. Бүкіл пайғамбарлар қай жақта? Осыған дейінгі келген пайғамбарларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғраж түнінде көрген кезде әр аспанда айтып берген жоқ па? Мына аспанда ана пайғамбарды көрдім, ана аспанда мына пайғамбарды көрдім деп. Сондай бүкіл ғайыпқа қатысты Байтул Маъмур мысалға, Қағбаның тұспа-тұс төбесіндегі періштелердің тауаф ететін жері. Ол да қарап отырсаңыз, сондай нәрселердің барлығы аспанда шешіліп, аспанда болып жатқаннан тағдыр, жаңағы періштелер қаяқтан ұрлайды оны, жаңағы жындар. Сондай мәселелердің бәрі сонымен қатысты болғаннан кейін солай айтылған деген сияқты нелер бар. Жалпы бұл жерде енді аятты қалай түсінеміз деген кезде шейх Абдулла Сироджи айтады: "Фи хазихил ая тахуифун шадид ва тахдидун ва ваидун лил муказзибин" дейді. Алла елшісін өтірікке шығаратын, оның айтып жатқанының барлығын жоққа шығаратындарға бұл не? Қорқыту және ауыр ескерту дейді. Оның ар жағында ауыр жазасы бар екенін айтып ескерту. Өйткені білесіздер, осыған дейін Құранда қиссалар келді ғой, қаншама пайғамбарлардың, қаншама қауымдардың. Сол жерде Қарунды мысалға, фахасафна бихи ва бидарихил ард деді ғой. Оның өзінде бүкіл билігін жүргізіп отырған сарайында барлығын жер жұтқызып жібердік деді. Ол ол деген сөз, енді Аллаға қарсы шыққан, сондай жауыз болған залымдардың барлығы солай Алланың дүниедегі азабымен құрып кете береді деген сөз жоқ. Біреулер құтылып кетуі мүмкін дүниеде. Ешқандай бір жерде жұтпай, аспаннан да төбесіне бәле түспей, құтылып кетуі мүмкін. Ол біреуіне түсірсе, біреуіне түсірмейді Алла Тағала. Бұл Алланың қалауында нәрсе да. Бірақ сол жаңағы Фирғауынды батырған су, Қарунды жұтқан жер, жаңағы
кейбір қауымдарға соққан жел, төбесінен жауған тас, осы нәрселер сенің қауымыңдағы жоққа шығарып жатқандардың да басына келіп қалуы мүмкін, ей Мұхаммед пайғамбар деген нәрсе да бұл жерде. Сондықтан олар қорықсын, содан абайласын деген нәрсе. Ал енді алла тағала әрбір қарсы шыққан жауызға, залымға осылай өзінің дүниедегі жазасын бере беретін болса, онда жер бетінде кәпір қалмайды ғой. Мұсылман болсаң бітті, таяқ жей, кәпір болсаң бітті, таяқ жей беретін болсаң, онда иман келтіресің ғой. Қаласаң да, қаламасаң да, көзің анық жетеді. Кәпір болған оңған ешқайсысын көріп жатқан жоқпыз дейтін анық жетеді көзің, дұрыс па? Бұл алла тағала солай беріп қойды да. Ал енді кейбір жаңағы залымдардың солай дүниеде жазасын алып кетуі, оны басқа бір құдси хадиспен түсіндіруге болады. Бір құдси хадисте не деп келеді? Оның қолында таразы дейді ғой. Алла тағаланың қолында дүниенің таразысы тепе-теңдікті ұстап тұратын да. Кейбір жерлерде жаңағы бір жағын түсіреді, бір жағын көтереді деп келеді ғой хадистің мәтінінде. Соны шейх Мұхаммад Ауам айтады, алла өмірін ұзақ етсін. Бұл жерде мысалға бір адамдарды белгілі бір дәрежеге дейін көтереді, екінші біреулерді түсіреді. Белгілі бір уақытта да мынаны түсіреді, ананы көтереді. Сол сияқты қауымдар, сол сияқты мемлекеттер, сол сияқты бір мейлі ол кәпір болсын, залым болсын, бір патшалар, біреулерді үстем, өктем болып қояды бір кездерде. Бір кездерде қайтадан оны жермен жексен етеді да басқа біреуді мына жақтан әлемдегі мына бүкіл болып жатқан нәрселердің тепе-теңдігін алла тағала солай таразысымен өзінің теңгеріп отырады дейді. Кейбір озбырлықпен шектен шығып қатты бір мына уже жаңағы балансты бұзып жатқан кезде кейбір залымдар жойып жібере салады. Алла тағала осылай несін көрсетеді? Өзінің құдіретін көрсетеді. Бүкіл билік, басқару бәрібір де түптің түбінде өзінің қолында тұрғанын білдіреді. Сонда шейх айтып осы жерде айтады: وَفِي هَذَا بَيَانُ عَظَمَةِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Алла тағаланың құдіретінің шексіз екенін және оның барлық нәрсеге жететінін осы аят баяндайды дейді. وَدَلِيلُ أَنَّهُ هُوَ بِقُدْرَتِهِ يُمْسِكُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا. Және аспанды да, жерді де тазула деген тайып кетпей, жылжып кетпей өзінің жүйесінде, сондай мызғымас жүйесінде тұрғаны, ол алла тағаланың ұстап тұрғаны дейді. Соны алла тағаланың құдіретімен тұр ол нәрсе. Басқа бір аятта келеді ғой, расында алла аспандарды, жерді ұстап тұр. Егер оны ол жаңағы егер олар жаңағы таятын болса, яғни алла тағала сол өзінің сағатының соққан, жердің де аспанның да бәрінің белгіленген ажалы бар ғой, қиямет деген. Сол соққан кезде алла тағала осы нәрсенің барлығын ыдырап кетуін, шашырап быт-шыт болып кетуін қалап шешімін шығарса, оны кім ұстап тұра алады дейді. Мынау тұрған жіпсіз байлаулы тұрған, жерде ілініп тұрған, осының барлығын кім ұстай алады? Бұл жерде ин деген мә мағынасына нафия. Осы нәрсені көрсетеді дейді. Иннаху кана халиман ғафура. Бірақ ол сонда да, қараңыз, жаңағы аят немен аяқталады? Ол сондай жұмсақ, сондай кешірімді дейді. Тіпті зұлымдыққа барған, күпірлікке батқан кәпірлердің өзіне дүниелік тұрғыдан алғанда кешіріммен қарайды Алла тағала. Жаңағыдай мұрсат береді, оларды солай жүргізіп қояды. Бұл алла тағаланың кеңдігі. Уасиату рахмати, бұл жердегі рахмания. Рахман деген біз алдында сабақтарымызда айтып кеттік. Бұл дүниедегі мейірімді қамтиды деп. Сол рахман деген сипатының, алла тағала есімінің арқасында дүниеде кәпір де ауа жұтып демалып жүр, бала шағасының жаңағы қызығын көріп, несібесін тауып, дұрыс па? Тек рахим деген мейірімі ол тек ақиретте ғана өзіне иман келтірген, бойсұнған мұсылман құлдарға ғана қатысты дедік. Сондықтан дүниеде адам жаңағыдай нәрсемен жүру мүмкін да. Ол мейлі залым болсын. Кейбіреулер мысалға келтіруі мүмкін осыны. Неге ол мысалға Құдайға сенбейді? Егер Құдай бар болатын болса, неге оны құртпайды, неге жоймайды? Неге соны ал жоқ қылып жібермейді? Өзінің мысалға атеистік ұстанымын ашық айтып жүр, соған адамдарды үгіттеп жүр, немесе зұлым бір залым патша мысалға, пәленбай жылдан бері бір елде езгісінде фирғауын ұқсап ұстап келе жатыр ғасырлар бойы. Неге соны құртып жібермейді? Неге ана бейшара халыққа Құдай жәрдем бермейді деген сияқты нәрселер ғой. Бұл жерде алла тағала адамдардың өзіне еркін таңдау берді. Егер жаңағыдай бірден шап беріп, тура жолынан тайған, ауытқыған адамның, құлдың бәрін шап беріп алла тағала жазасын бере беретін болса, бәрі тура жолда жүреді ғой. Шықпайсың ғой.
соған алданады екен да. Кейбір Алланың дұшпандарына бұл не болып келеді? Истидраж дейді бұны. Ол солай аман есен, сау, жаңағы өзінің күпірлігінде, күнәсында жүргеніне ол алданады. Ол алданады да соған. Сондай нәрсе болады. Сондықтан бұдан шығатын ғибрат, енді бұл кәпірлерге айтылғанмен, сендерді жер жұтқызып жіберуі мүмкін, абайлаңдар, азап аяқ астынан деді ғой. Сол сияқты адамға да келетін бәле аяқ астынан да, келетін бәле аяқ астынан. Егер мен қазір мысалға былайынша жүрміз ғой, бір сондай бір амандықта жүрген сияқтымыз да өзіміз. Бірақ Алла тағала біз солай сақтап қойғандықтан, ана алдымызда, артымызда қорғаушы періштелер болады деп Құранда Рағд сүресінде айтты ғой. Сол сияқты жаңағы Алланың әмірімен бізді қорғап, сол Алланың әмірімен біз аман жүргесін ғана жүрміз да. Ал былай егер жаңағы ғайып пердесін көтеретін болса, біз сондай бір мынандай пышақтардың арасынан бүйтіп соны бір случайный порядокпен өтіп бара жатқан сияқты көрінуі мүмкін да. Анау бір жаңағы фильмдерде көресіздер ғой. Кішкентай балалар шығып кетеді да, жаңағы қарасам мына машина өтіп кетеді, төбеден бірдеңе түсіп кетеді, артына түседі немесе алдына түседі. Анау дым білмейді, былай кетіп бара жатады, бірақ жаңағы нәрселердің бәрі жан жағында болып жатыр да оның. Біздің де өміріміз негізі сондай да. Неше түрлі 40 мың бәленің айналасында жүрміз да біз, ортасында. Біреу алдымыздан кетіп жатыр, біреу артымыздан кетіп жатыр. Соның барлығынан Алла тағала біз аман сақтап тұр да. Осыған байланысты имам Ибн Қудама Әл-Мақдисидің бір сөзі бар да, бір керемет тәмсіл, мысал ғой енді. Теңізде дейді, мысалы кеме апатқа ұшырасын, иә, бір жаңағы Титаниктегідей ғой, қайық тақтайға жабысып біреу келе жатыр да, мысалға, біреу құтқарып қалар, алдымнан біреу шығып қалар деп, мысалға бір ағаштың сынығына жабысып, әйтеуір суға батып кетпей, сонымен қалқып келе жатқан адамның Аллаға мұқтаждығы дейді. Жаңағы адамның, жаңағы халдегі Аллаға мұқтаждығы. Сенің үйіңде, бала шағаның ортасында олай аман есен, жарық, жылы, қауіпсіз жерде отырған сенің мұқтаждығыңнан айырмашылығы жоқ дейді. Дәл жаңағы адам Алла тағалаға қандай мұқтаж болса, амандық беру, құтқару мәселесінде де сен де дәл сондай мұқтажсың дейді. Қараңыз да, осы нәрсені біз бір ұғынып, мысалға сезіне аламыз ба? Ана осы кезде бар үміті Алла болып келе жатыр ғой оның. Алла өзінің құдіретімен бір алдымнан біреуді шығарып, жолықтырып, сөйтіп құтқарып алмаса, басқа менде ештеңе жоқ. Тек жалынып, жалбарынып, осы кезде ішінен бүткіл жан дүниесімен Аллаға қарай бағытталып келе жатыр да ол мысалға. Енді соны құтқаратын да Алла, жаңағы үйінде аман есен бала шағасының ортасында отырғанды да дәл солай отырғызып, сол күйін, сол состояниесін ұзартып ұстап тұратын да Алла дейді да. Қараңыз. Егер осындай бір мұқтаждықты біз Аллаға сезінсек, жаңағы осындай бір Аллаға мұқтаж екенімізді білсек, адам барынша Аллаға жаңағы жалбарынуын, дұғасын, сыйынуын, жаңағы нелерін көбейтеді. Сол үшін де имам Абу Дауд риуаят етеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам азанда да кешке де мына дұғаны тастамайтын болған дейді. Ләм якун яда дейді. Тастамайды. Бұл дұға мынадай: Аллахумма инни ас'алука ал-афията фид дуния вал ахира. Я Алла, мен сенен дүниеде де ақиретте де амандық сұраймын дейді. Жаңағы айтқан амандық. Аллахумма инни ас'алука ал-афуа вал афия. Я Алла, мен сенен кешірім сұраймын және амандық сұраймын дейді. Тағы да қараңыз да. Фи дини ва дунияя ва ахли ва мали дейді. Дінімде амандық сұраймын дейді. Дінде де амандық деген нәрсе бар ғой. Адам үне бойы тура жолда жүре бермейді. Тайып кетуі мүмкін. Иманда сондай бір исламда жүрген адам кәпір болып кетуі мүмкін. Керісінше ең жаман залым болып жүрген адам иманға келіп мұсылман болып кетуі мүмкін да. Қараңыз, дінімде амандық сұраймын, дүниемде амандық сұраймын және отбасыммен мал мүлкімде амандық сұраймын дейді. Қараңыз. Осы 4 нәрсе. Былайша 4 құбылаң тең болады ғой, осы 4 нәрсең аман болса. Аллахумма астур аурати ва амин рауати дейді. Я Алла, менің айып кемшіліктерімді жасыр дейді. Адамдардың көзінен да. Алла тағала біледі ғой біздің әркім өзінің айып кемшілігін. Бірақ адамдардан жасырып қойды Алла тағала. Өйткені олар сені жазғырады, табалайды. Уа амин рауати деген, мен сондай жүректегі, іштегі жалпы қорқыныш, сондай нәрселерді сейілт, кетір дейді. Аллахумма ахфазни мин байни ядайя ва мин халфи ва ан ямини ва ан шимали ва мин фауқи. Я Алла, мені
алдымнан сақта, яғни алдымнан келетін бәлелерден қорға, артымнан қорға, оң жағымнан, сол жағымнан және үстімнен қорға дейді. Сондай ақ астымнан бәлеге ұшырауымнан сенің құдіретіңнен, сенің ұлылығыңнан пана тілеймін дейді. Қараңыз да, осы бір дұғада бүкіл біздің дүние ақиреттегі Аллаға деген мұқтаждығымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қамтып келіп тұр да. Және осыны қараңыз, мән беріңіз. Азанда да кешке де қалдырмайтын еді дейді. Мына дұғаны азанда бір оқиды, кешке бір оқиды да. Қараңыз да. Осыншалықты бұл маңызды болғандықтан. Бұл әрбіріміздің жаттап алып айтып жүруіміз, оқып жүруіміз керек болған дұғалардың бірі. Онан кейінгі аят. Жаңағы жердің астынан келетін жер жұтқыз жіберуі мүмкін, содан абай болыңдар деді ғой. Дәл солай аспандағы сендерді төбелеріңнен тас жаудырып азаптауынан аманмын деп ойлайсыңдар ма өздеріңді дейді. Сендерге кім кепілдік берді деген сөз ғой. Сонда анау назир деген бұл жерде мастармен келіп тұрғандықтан екі түрлі мағына береді да. Бүкіл елшілері арқылы жіберілген Алла Тағаланың ескертулері бар ғой. Пайғамбарлар арқылы келген ескертулердің сол кезде бекер емес екенін көресіңдер дейді. Көздерің жетеді сол кезде дейді. Немесе екінші мағынасы. Бұл жерде назир пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі болуы мүмкін. Инни назирун лакум байна ядай азабин шадид деп айтты. Мен сендерге алдарыңда күтіп тұрған сондай бір ауыр азапты ескертушімін деп мастар мағынасында келді осы жерде де. Бұл Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның өтірік айтпағанын сол кезде көресіңдер дейді. Бірақ ол кезде кеш болады ғой әркім. Сол үшін де бұл ғайып та. Ғайып деген көзбен көрмей иман келтіреді. Алдында біз сабақта айтып кеттік қой. Егер бәрін қазір көзімізге көрсетіп қойса, немесе жаңағыдай қылып бәрін тек залымды осы дүниеде жазалап, жақсылық істегенде осы дүниеде сыйын беріп, ол тақуалығын арттырған сайын, құлшылық ғибадатын көбейткен сайын, оны одан сайын байытып, денін сау қылып, өмірін ұзарта беретін болса, бәрі мұсылман болып кетеді. Ол ғайып болмай қалады да. Көзі көріп тұр, жетіп тұр. Бірақ жаңағыдай кейбір нелерге кейбір адамдар сәйкес келіп қалады. Дүниедегі жазаларға. Соны айтып жатады. Қараңыз, бұрынғы үмбеттерге келген астынан келетін азап, оны да жіберген Алла ғой. Сол сияқты үстінен жауатын азаптар дүниедегі, оны да жіберіп отырған Алла барлығын. Сол дәл сендердің бастарыңа келіп қалады деп ойламайсыңдар ма? Содан қорықпайсыңдар ма? Сендерге кім кепілдік берді деген сөз ғой. Кім кепілдік берді дегені бұл жерде барлығымыздың шынымен де қорқынышта. Енді үміт болу керек әрине. Бірақ қорқыныш сәл басымырақ болу керек екенін көрсетеді. Өйткені бұрынғы нелерді оқып отырған кезде жаңа сахабалардан бастап табиғин ғалымдар қарап отырсаң кәдімгі жас бала сияқты, кішкентай бала сияқты жылайды да, иә. Көзіне жас алып жылады деген мынау имам Захабидің Сияр Алам нубаласында мынадан келеді риуаяттар. Қарасаң кәдімгі аят естілсе, бір немесе бір жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тозақ туралы, ақирет туралы хадис айтылса, қабір туралы айтылса, кәдімгідей сақал малмандай су болып еңіреп жас балаша жылағанын көреміз да, біздің жүректеріміздің қатайып кеткені соншалықты кейбіреулеріміз ананы қабылдай алмаймыз да. Немене жылай береді соншама деген сияқты көруіміз мүмкін. Кейбір ғалымдар әл-бакка жаңағы көп жылағыш, жылауық деген сияқты мағынада ғой былайша айтқан кезде. Мысалға бір жылайды, екі жылайды, жылай беретін адамды жылауық дейміз ғой. Сол сияқты көзінен жас тыйылмайтын сондай бір адамдар, ғалымдар болған да, не бір әулиелер болған да, қарасаңыз. Бірақ біздің жүрегіміздің қаттылығы, біздің сондай бір аят хадистен жүректің кірлігінен әсер ала алмайтынымыз соншалықты, біз ол нәрселерден әсер ала алмаймыз да. Жүрек қарайып кеткен өйткені. Екіншіден, бізде үміт жағы басым ғой. Біз өзімізді аманбыз, өзімізді бір сондай бір құтылып кеткендей ойлаймыз. Жаңағы сираттың үстінен өтіп кеткендей көреміз. Бірақ ешкім бізге кепілдік берген жоқ та. Ешқашан. Қашан сен жаңағы жүрегің тынышталады, қашан сенің жаның жай табады деп имам Ахмадтан сұраған ғой. Алла рахымын алсын. Енді үнемі жаңағыдай халде құлшылықтың үстінде сондай өз-өзін қинап жүрген ғалымдардың бірі ғой. Тіпті жаңа үстінде күннің ыстығында жеңіл лен дейміз ғой, зығыр ма? Сондай бір жұқа матаны киеді екен да, сондай матадан көйлек киеді екен да, ішінен жүн терізден, жүннен тоқылған киім бар ғой, соны киіп алады екен. Былай қарасаң сыртқа адамдарға білдірмейді, бірақ өзін солай жаңағы несін қалай енді дүниенің рахатынан солай өзін алыстатып жүр да.
бір біреулер көрген, аманат алған одан, ешкімге айтушы болма деп ше, мысалы сондай бір күйде халде жүрген адамдар енді олар. Бірақ біздің олар түсінбейтін себебіміз үмітіміз басым ғой жаңағы. Олар сондай халде жүрді, тіпті ана тозаққа қатысты, тозақыларға қатысты аяттар айтылып жатса, бізге деп түсінді да олар. Маған айтылып жатыр, мынаның ішінде мен болып қалуым мүмкін деген нәрсемен. Сондықтан қорқыныш басым болуы керек деп жатқан, мысалы да. 2 рет айтты ғой мына жерде. Сендер аманмын деп ойлайсыңдар ма? Жаңағы үлкен біздің алдымызда өткен ізгілер қорыққан тозақтан бізге кім мысалы құтыласың деп кепілдік берді. Солар қорыққан қабірдің азабынан кім бізге мысалы амансың деп кепілдік берді. Ешқандай. Сол имам Ахмадтан сұраған ғой, сен жаның қашан жай табады? Сен қашан бір деп бір рахаттанып отырасың былай деген кезде, менің бірінші аяғымның алғашқы қадамым мына жәннатқа тиген кезде деп айтады дейді. Қараңыздар. Жәннатқа бір қадам басып кірген кезде барып мен осылай жай күйге түсемін деп айтады. Оған дейін білмеймін деп айтады дейді. Бірақ қарасаңыз, біз енді көбіне жаңағыдай бір үмітті басқан кезде намазымызды, мешітте барып жүргенімізді, тағы бір екі Рамазанда әйтеуір қалдырмай ораза ұстап жүргенімізді, қайқа барасың ұстамай, онсыз да парыз ғой. Ұстамасаң кафараты бар, 60 күн ұстайсың ол кезде. Вариант жоқ қой басқа. Сөйтіп жүргендерімізді есептеймізді, таразымызға былайынша қоямыз да мына аяғына. Ана күнәлар жоқ, ұмытып кеткенбіз оны. Есімізде жоқ та. Бүгін кеше істеген күнәң бүгін есіңде жоқ. Адам біздің сондай да. Алла тағаланың бұл да бір берген нығметі да, ұмыту деген. Егер адам ұмытпайтын болса, өмір сүре алмайды да ол. Қайғыңды ұмытпайтын болсаң, мысалы, әкең қайтыс болған 40 жыл бойы есіңде сақтап жүретін болсаң, сен сол қайтыс болған күндегідей жүрер едің ғой 40 жыл бойы. Дұрыс па? Алланың сондай бір нығметі ол адамға берген. Бір жарым күннен кейін ұмыттырып жібереді. Күнәнің үстіндегі өкініш, өзіңді жек көру, сол халің мысалға өмір бойы болатын болса, және үстіне күнә істеген сайын анау арта беретін болса, сен күйіктен өліп қаласың ғой, дұрыс па? Бұл да Алланың берген нығметі, ұмытып кету деген. Бірақ өзіңе есеп жүргізіп жүру, мұхасаба деген нәрселер біз өткен сабақта да айттық. Ол қалмау керек та. Сондықтан бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды фасата'ламуна кайфа назир, ескертушінің, сендерге келген елші пайғамбардың сөзі, әрбір сөзі шын ақиқат екенін сол кезде білесіңдер деді. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аузынан шыққан сөз не болып есептеледі? Уахи ғой. Біз уахиді екіге бөлеміз. Уахи деген Алла тағаланың пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көкейіне құйған, Құранды айтамыз ғой көбінесе уахи деп. Уахи алып түсті Жабірейіл періште деп. Бұл жерде уахи екі түрлі дейді. Біріншісі мәтлу дейді, тилауатты етіп оны оқисың сен. Құранды мысалға намазда оқисың ғой, сонымен ғибадатың жасайсың. Екіншісі ғайру мәтлу. Бұл оқылмайды. Өйтіп хадиспен мысалға құптан намазын оқи алмайсың ғой, немесе тараух намазын. Ол өйтіп онымен ғибадат атқарылмайды, бірақ ол да уахида. Екеуінің шыққан жері бір да, өйткені Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге оны айтып жатыр. Енді осы жерде Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір сөзі келеді. Ва ухия илайя хазал Құран, осылай деп айтып жатыр да пайғамбарымызға Алла тағала. Ли унзиракум бихи ва ман балаг. Бұл Құран маған уахи етілді. Не үшін? Сендерге, және ва ман балаг деген осы Құран жеткендердің барлығына ескертуім үшін дейді. Қараңыз, мына жердегі сөзге. Сахабаларға айтып жатыр ғой мысалға. Маған бұл Құран уахи етілді. Мына отырған, осы естіп отырған сендерге ескертуім үшін. Және бұл Құран жеткен барлық адамға ескертуім үшін. Уаман балаг, жаңа жеткен дегенде тәпсірде ғалымдар айтады, уаман балагаху хазал Құрану фи кулли заманин ва макан дейді. Барлық уақытта, барлық жерде, мейлі 21-ші ғасырда Құран кімнің құлағына жетеді, соның барлығына деген сөз ғой бұл жерде дейді. Енді осыған қатысты өте бір қызық хадис бар. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Анхума. Мән балағахул Құран, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі. Ибн Аббас жеткізеді. Кімге Құран жетсе, мейлі пайғамбардан кейін 10 ғасырдан кейін өмірге келсін да, кімге Құран жетсе, факааннама шафахатху бихи, ол Құранды сол өзінің аузымен оқып алғандай дейді. Басқа бір риуаятпен ашықтап түсіндіретін болсақ,
факааннама раан наби дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көргенмен тең дейді. Ана ненің Құрандағы мазмұнның, мынау Құрандағы аяттың өте дұрыс, ешбір жаңа өзгеріссіз, бұрмалаусыз сақталғанын соншалықты сен оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан өз құлағыңмен естігенмен бірдейсің ескерту мәселесіне келген кезде дейді. Түсіндік па? Дәл сондай түсіне алмайтын шығарсың, бірақ сахаба қалай естіді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мына айтылып жатқан нәрсенің бәрі оған қалай қатысты болды және оған қалай сол күйінше таза өзгерусіз бұрмалаусыз жетті, саған да сондай дейді. Бұл аяттан ғалымдарымыз нені алып шығады? Құранның қияметке дейін өзгермей сақталатынын алып шығады. Басқа аяттарда анық айтылды ғой, бірақ мынау соны ишаратпен білдіреді дейді. Сондықтан ол жаңағы Құранның мұғжизалығы екінші жағынан да. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында болғанда өйтетін едім, бүйтетін едім деген нәрсенің бәрі не екен? Ол әшейін бос әңгіме да, сылтау. Сахабалардың сабында жүргенде жан беріп ана жихадқа қатысып бүйтетін едім, сөйтетін едім, қыратын едім, жоятын едім деген сөздің бәрі әшейін бекер. Өйткені ол естіген нәрсені сен де сол күйінше өзгертусіз естіп отырсың да. Ал неге істемейсің мысалға? Ол оқыған аяттарды қараңыз, қазір сіз бұл негізі ғылыми тұрғыдан бұл өте бір мұғжиза деп айтатындай басқа оған шешім жоқ ше. Осыншама ғасыр бойы, мысалы 14 ғасыр бойы мына Құранның бір әріпі өзгермей осылай осы күнге дейін сақталып келуі не бір нәрселер болды ғой замандарда, дұрыс па? Бір кітап былай тұрсын, не бір ұлттар, елдер жоқ болып кетті жер бетінен, адамдар жоқ болып кетіп жатыр, қауымдар, халықтар жойылып кетіп жатыр ғой, дұрыс па? Тілдер жойылып кетіп жатыр, не бір ғасырлар бойы жаңағы өркендік құрған мәдениеттер жойылып кетіп жатыр. Сондай небір нәрселер жермен жексен болып кетіп жатыр, бірақ бір ғана кітап бірде бір әріпі өзгермей осыған дейін келуін ана білмейтіндер чудо деп айтатын шығар. Мұғжиза деуден басқа түсіндіре алмайсың да. Бұл Алла тағаланың өзінің сақты. Инна нахну наззална зикр ва инна лаху лахафизун. Біз бұл Құранды түсірдік және оны біз сақтаймыз, біз қорғаймыз деп Алла тағала өзінің кепілдігіне алды ғой. Одан басқа сен ешқандай бір ғылыми түсіндірме таба алмайсың бұған ше. Сондай бір Алланың құдіретімен ғана сақталып тұр да. Сондай-ақ жаңағы зикрдің ішіне бұл шариғат кіреді. Зикр деп Құран деп айтып тұрған жоқ та, жаңа аятта зикр дейді. Зикр деген сондай абыройлы, үстемді нәрсе деген мағына ғой. Құранды сонымен қатар біз Құранды түсірдік және онымен бірге сондайын түсірдік, жаңа онымен бірге хикметті түсірдік деген мағынада аяттар бар. Бұл жерде хикмет сүннет деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде солай сақталады да. Сондықтан имам Бухари, имам Муслим сияқты адам жаттай алмайтын, миына адам сақтай алмайтын небір информацияларды олар сақтады да. Алла тағала солай үмбеттің ішінен шығарды да ондай адамдарды. Сондықтан да ғой кейбір ғалымдар айтқан, имам Бухариді Мулла Али Қари келтіреді Мишкатта, Мирқатта. Кейбір ғалымдар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұғжизасы деген ғой. Қараңыз да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңа айды бөлуі, басқа да мұғжизалар бар ғой. Сен оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның күшімен, құдіретімен түсіндіре алмайсың ғой. Өйткені ол мен башар, адаммын деді. Сендер сияқты адаммын. Маған тек уахи етіледі деді, Алла тағала маған уахи құяды деді. Демек бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның күштілігінен, мықтылығынан емес, Алла тағаланың құдіреті да. Тек соның қолымен көрсетіп тұр. Неге? Өйткені бұл жай адам емес. Бұның артында Алла тағаланың құдіреті тұр дегенді білдіру үшін ғой. Мұғжизаның мақсаты сол ғой өзі. Және ол жерде тахадди бар. Егер өтірік десеңдер қайталаңдар деді. Бүкіл әлемге барып келді. Фирғауын деген айтқан жоқ па? Бүкіл жер бетін шарлаңдар, ел-елдің бәрін аралаңдар. Қандай қай жерде сиқыршы бар, қандай бір мықты сондай бір сиқыр жасайтын адам бар, бәрін алып келіңдер. Егер мына Мусаны жеңсе, мен оған сыйлық беремін деді ғой. Қараңыз да. Бүкіл қай жерде қандай адам бар, бәрін жинап алып келді ғой. Бірақ жеңе алмады. Өйткені Мусаныкі ол сиқыр емес та. Ол мұғжиза. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдікін сен қалай түсіндіресің мұғжизасын? Ол Алланың құдіреті. Ол пайғамбар істеп тұрған жоқ оны. Оны Алла тағала жасап тұр деп түсінесің ғой, Сол сияқты имам Бухари солай түсіндірген ғой кейбір ғалымдар. Бұл адам мүмкін емес бұл. Алла тағала солай оны өзінің құдіретімен шығарып тұр. Мына пайғамбардың дінін, жаңағы хадисін сақтау үшін деп ше. Сол үшін оның ана басындағы егер мәліметті информацияны бар ғой, қазір бір жерге алып не алатын болсаң, осы бөлмеде флешка керек болады шығар оған. Мысалы да, ол тек қана хадистің мәтінін жаттаған жоқ қой. Ол біз білетін мынандай бір хадис кітабы ғана ғой.
ең сахих дегендерін онда да әр тақырыптан бір хадистен сендерге ма деп оңай болу үшін жинақтап кеттім дегені ғой. Одан басқа қаншама сахих хадистер бар, даиф хадистер бар, маулу өтірік хадистер бар. Өтірік хадистерді де жаттайды олар білу үшін. Шыны қайсы, өтірігі қайсы. Ол әр хадистің тізбегіндегі кемінде 3 адам, көбінде ол 7-8 адамға дейін бара береді. Бұхаридің заманында. Солардың барлығының өмірбаяны, кім қай жерде туды, кім қай жерде өсті, кімнің мінезі қандай, кімнің жаттау қабілеті қандай. Ойлашы сен. Сол Бұхаридегі сахихтағы хадистің өзін алайықшы, 7000-нан астам хадистің өзін алайықшы. Соның ішіндегі жаңағы рауилардың өмір баяндарында мысалға өзің класстастарын ұмытып қаласың 10 жылдан кейін, дұрыс па? Мен осы кейбір класстастарым білмеймін, фамилиясын еске түсіре алмайсың, біреудің атын еске түсіре алмайсың мысалға да. Ананың бәрін кейбіреулерін өмірде көрген де жоқ ол. Көбісін көрген жоқ. Мысалға келді де міне Қайраттан хадисті есті. Сен кімнен естің дейді. Ол Мақсаттан естім дейді. Мақсат сен кімнен естің? Саматтан. Самат бір сахабадан, ол пайғамбар саллаллаху алейхи естіген де. Ол мына 3 адамның өмірбаянын жатқа білу керек те. Бұл қандай адам? Өмірінде өтірік айтқан ба? Бұл Қайрат Мақсатпен кездесетіндей екеуінің туу, жаңа өлу мезгілдері бірдей ма? Мүмкін бұл дүниеге келмей, жаңа Қайрат дүниеге келмей тұрып Мақсат өмірден өтіп кеткен шығар мүмкін. Деген сияқты нәрсенің бәрін одан кейін жаңа бұның жаттау қабілеті қандай болған? Бір ұмытып қалып, бір нәрсені қате жеткізген оқиғалар болған жоқ па өмірінде? Сен ондай оқиғаны табу үшін сен оның өміріне қаншалықты кіруің керексің сен? Сапарларын, оның жаңа бір жиындарын бәрін зерттеу керексің ғой. Бұл 3 адамның өмірі айтып тұрғанбыз. Ондай неше миллион адам бар екен, Құдай біледі оның басында осы кезде. Және бір қызығы, ол әшейін жазып мынандай қылып картотек қылып тастап кеткен жоқ қой. Сен одан сұрайсың, анау хадисті риуаят ететін, жаңа иннамал амалу бинният хадисіндегі 4-ші тізбекте тұрған рауидің пәлен деген несі қалай деген кезде ол саған сол жерде айтып береді да, бірін тарс. Енді соң мұғжизат емей басқа қалай түсіндіресің? Дұрыс па? Сондықтан бұл жердегі уаман балағ жеткен деген, яғни Құран қияметке дейін кімнің құлағына жетеді? Біріншіден солай өзгеріссіз жетеді. Екіншіден оның ішіндегінің барлығы оған тікелей қатысты. Амал жоқ, ода сылтау жоқ. Енді біз деген сондай арамызда қанша уақыт бар, заман бар. Не? Аят сол аят, хадис сол аят, сол хадис. Саған солаймен түгелдей жеткізіп беріп тұр, дұрыс па? Екіншіден, бұл Құранды және сүннетті, былайша айтқан кезде хадистерді Алла Тағала өзі сақтады. Өзінің кепілдігіне алды, өзі сақтады. Бізге осылай аман-есен жеткізді. Үшіншіден, жаңағы неде айтылғандай, аспаннан түсетін, жерден шығатын Алланың азабынан кәпірлер амандамын деп ойламау керегі сияқты, мұсылман адам да жаңа пайғамбар саллаллаху дұғасында келгендей, дінімде амандықта болам, осылай әрдайым, дүниемде амандықта болам деп ойламауы керек. Аллаға әрдайым жалынып, жалбарынып жүруі қажет. Және әрдайым дайын болуы қажет деген сөз ғой. Басыңа бір малыңа қатысты, дүниеңе, жаңағы отбасыңа қатысты, денсаулығыңа қатысты бір нәрсе келе қалған жағдайда, енді сен бір Алланың таңдаулы бір құл емессің ғой, сен ешкімнен кезінде кепілдік алған жоқсың ғой, өсіп денің сау болып жүре бересің деп. Аналар шалдығып жатқан ауруға сен де шалдығуың мүмкін. Аналар көріп жатқан кедейлікті сен де көруің мүмкін. Аналар көріп жатқан қайғы қазаларды, жақындарының өмірден өтуі деген сияқты сен де көруің мүмкін. Бұл Алланың заңы деп қабылдау. Сондай жағдайда жүрген адам, оны не істейді? Біріншіден қайғыны оңай көтереді, әртүрлі басқа келген қиыншылықтарды оңай көтереді. Бұл бір жағынан соған дайындайды. Келесі аят. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ дейді. Оған дейінгілер де өтірікке шығарды ғой. Бұлар бірінші емес қой пайғамбарларға қарсы шығып жатқан. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның қауымын айтып жатыр да, Меккенің мүшриктерін айтып жатыр, өзімен соғысып қарсы. Бұлар бірінші емес қой дейді. Қарасында әрірек өтіп дейді. Мұсаның қауымын қарасын, Нұхтың қауымын қарасын, басқаның қауымын қарасын. Қарсы шыққандар несі оқиғасы көп қой дейді тарихта. Енді факайфа кана накир дейді, солардың жоққа шығаруы, солардың қарсы шығуы немен бітті көрсін дейді. Немен аяқталды қарасында дейді. Солар бір жақсылыққа жетіп па, солар бір жаңағы жетістікке жетіп па деген сөз ғой. Сондықтан бұл нәрсенің барлығы уәл ақибату лил муттақин,
жаңағы шынайы соңғы жаңағы жақсылықпен аяқталатын нәрсе ол тақуалардікі. Ал жаңағы қараңдар, кайфа кана ақибату залимин немесе муказзибин деп келеді ғой. Бұл залымдардың, жоққа шығарушылардың соңы немен біткенін қараңдар дейді. Бұл қайталана береді. Бүкіл пайғамбарлардың несін қарасаңыздар, өмір тарихтарын, ол жерде аттары өзгеріп, орындары өзгеріп отырғанмен смысл бір, байқайсыздар ма? Пайғамбар шығады, алла тағала адамдардың ішінен шығарады, өзінің қауымының ішінен шығарады. Қауым екіге бөлінеді, бір тобы оны пайғамбарға ереді, екінші тобы қарсы шығады. Қараңыздар да, сөйтіп жалғасады. Соңында бұлар пайғамбардың үмбеті болып қалады тарихта, ерген болып ізіне. Аналар сол зұлымдықтарында не азап көреді, не өмірде бақытсыз болып өтеді, сондай бір нәрселермен болады да. Қайсысын қараңдар, жаңағы аттың қауымы, Самудтың қауымы, бүкіл қай қауымды, Салих пайғамбардың қиссасы, бүкіл пайғамбарлардың қиссасының мазмұны бір дейді. Бұл деген сөз бүкіл тарих солай, неде бар ғой тарих ғалымдарының сөзінде, тарих өзін өзі қайталайды деген. Ол өзін өзі қайталап жатыр да. Жақсылық немен бітеді, жамандық немен аяқталады. Ол ғасырлар бойы бүкіл жаңағы адамзат тарихында Алла тағала бізге көзімізге көрсетіп жатыр. Тек содан ғибрат ал, тек содан сабақ ал деп тұр да. Алла тағала баршамыздың өзінің амандығында етіп, ақырымызды жақсылықпен болуын нәсіп етсін. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Сұрақ бар ма? Тозақтан шықпайтын, осы жерде естіліп жүр, гүрілдеп кетті да. Тозақтан шықпайтын, мәңгі қалатындар, олар кәпірлер. Жүрегінде түк иман жоқ адамдар. Мынандай да, ол тозақ, ва ин минкум илля варидуха деді Мариям сүресінде. Сендердің іштерінде одан өтпейтін адам жоқ. Бәрің өтесіңдер. Мейлі пайғамбар бол, мейлі әулие бол, тақуа бол, күнәһар бол, кәпір бол. Тозақ өткені мынадай да, Сират көпірі бар ғой. Сират көпірі бар. Соның асты тозақ. Көпірдің соңы жәннат та. Сен жәннатқа басқа жол жоқ та. Содан кіріп барып өтесің. Көріп барып өтесің тозақты. Ол не үшін? Бір жағынан ғалымдар түсіндіреді, жаңа тозақты көріп барып жәннатқа кірген кезде сен жәннаттың қандай нығмет екенін білесің да. Қандай нығмет екенін сол кезде сен ұғасың да оны. Дұрыс па? Қиындық көрген адам қазіргі жүрген жақсылығын, жаңа кеңшілігін ол түсінеді ғой, жақсы түсінеді ғой. Таршылық көріп барып байыған адам мысалға ол дүниенің қадірін біледі да. Көзін ашық қалып бері үстіне көміп жатыр, әке-шешесі оны көміп жатыр, ақшамен көміп жатыр. Білмейді ол, ақшаның да дүниенің де қадірін білмейді. Екіншіден, оның үстінен әртүрлі өтеді деді ғой. Біреулер жарқ етіп молния сияқты өтіп кетеді, болды. Өткенді көрмейсің, өзі де байқамай қалады да. Енді біреулер атпен шапқандай өтеді, енді біреулер ең жаңа қатты жүгіретін адамның жылдамдығымен өтеді, біреулер жай жүріспен өтеді, біреулер еңбектеп өтеді деді ғой, біреулер құлайды деді ішіне. Оның ішіне кәпір де құлауы мүмкін, мұсылман да құлауы мүмкін. Құлаған мұсылман ол тозаққа түседі. Бірақ бәрібір ол белгілі бір уақыттан кейін ол тозақтан шығады да. Сондықтан да бізде әхлі сүнна ақидасы бойынша иманды адам, яғни жүрегінде иманы бар, иман келтірген адам, мұсылман адам болмай шыққан кезде ла юхаллат финнар дейді, ол тозақта мәңгі қалмайды. Біреуінікі қысқа, біреуінікі ұзақ болар мерзімі, бірақ ол бәрі тозақта шығады. Ал кәпір адам ол тозаққа шықпайды. Өйткені олар ақиреттен үміттерін үзді, қабірдегі адам өмірден үміттерін үзгендей деді Құранда Алла тағала. Қабірдегі адамда қайтып келейін деген үміт жоқ қой. Енді арман, тілек бар шығар, бірақ ода біледі да, 100% қайтып келмейтінін біледі да. Сол сияқты тозаққа түскен кәпірде одан шықпайтынын 100% біледі. Омар радиаллаху анхудың сөзі бар ғой. Тозақлы андай бір құмды үйіп қойған төбелер болады ғой. Үйіп қойғанда андай солай үйілген төбе дейміз ғой біз. Құм төбешіктер андай. Тау емес, құмнан андай немен желмен бір үйілген. Соның қасынан өтіп бара жатып айтты дейді. Байғұс тозақлар ай. Кәпірлерді айтып жатыр ғой енді. Олар тозақта мына жердегі бір төбе құмда енді қанша құмның түйірі болады, білмейсің ғой, миллиард бола ма, одан сан жетпес бола ма. Соның санындай, түйірдің санындай жатса да дейді, сондай жыл ма, сондай күн ба білмеймін ғой енді. Сондай уақыт олар тозақта азапталып жатса да, бәрібір қашан шығамыз деп бүйтіп қараумен болады, бірақ олар шықпайды ғой дейді. Кәпір адам ғана ол тозақтан шықпайды. Сондықтан да
өмірден кәпір болып өттім деген сөз, адам немесе кәпір болып өтті деген сөз болды деген сөз ғой. Болды. Ол мәңгі бақи тозаққа болды. Алланың шешімі солай. Енді біреулер сұрақ қоюы мүмкін былай. Кеше айтып бердім бе, өткен сабақта айтпадым ба? Жаңа Мұстафа Махмуд деген мысырлық ғалым, соның атеист досымен сұхбат деген кітабы бар. Хиуар, екеуі диалог қой. Енді ол өсте отырып бүкіл бір кітап болатындай әңгімелеспеген шығар. Әр жерде әртүрлі сұрақтармен әңгімелескен шығар. Бала күнгі досым дейді. Ол Францияда оқыған, сол жақта докторлық қорғаған, сондай жаңағы адамдармен әртүрлі орталармен араласқан. Ол типа адам құқығы, адамға ондай болмайды деген сияқты нәрселер түсініктердегі адам ғой енді. Сол айтты дейді, қараңыз, адам тозаққа түседі, кәпір адам. Ол бір көп болса 100 жас өмір сүрер. 70 жас өмір сүрер дейік. 100 дейікші мейлі. Ол 100-ақ жыл өмір сүрді ғой дүниеде дейді. Ол 100-ақ жыл күпірде жүрді. 100-ақ жыл күнә жасады, 100-ақ жыл зұлымдық қылды. Неге ол 100 жыл азапталмайды дейді тозақта? Неге ол мәңгі бақи азапталады дейді? Келмейді ғой, әділдік қайда дейді. Қызық сұрақ па? Сонда жаңағы ғалым айтады, мұсылман ғалымы. Ол істеген ісі үшін емес, кәпір адам өлтіргені, ұрлық қылғаны деген сияқты істегендері үшін азапталып жатқан жоқ, ол өзінің бойындағы күпірлігі үшін азапталып жатыр дейді. Ол күпірлік тұрақты сипат қой дейді. Ол өмір бойы кәпір болды ғой. 100 жыл өмір сүрді, 100 жыл бойы ол кәпір болды. Ол 1000 жыл өмір сүрді, кәпір болады. Миллион жыл өмір сүрді, кәпір болады. Ана ойын ойнап жатқан кезде, мысалға футболда ондай бар ма? Кейбір мысалы теннистерде бар, ана сен уже ана нелердің әбден пропускать етіп, сен уже ана очколарың жетпейді, сен уже ары қарай ойнаудың смыслы жоқ болады, кейбір ойын тоқтатады, болды. Құран жарыстарында мысалға сен осынша қате жіберсең уже құлайсың. Ары қарай болды, сен уже сенде орынға ілінетін сенде не жоқ, шанс жоқ та. Смысл жоқ ары қарай ойнай беруіңнің, немесе ары қарай сен жарысқа қатыса беруіңнің, сол жерден тоқтатады төрешілер, болды. Шығасың сен жарыстан. Өйткені сен ары қарай сен уже қалай ойнасаң да, бар өнеріңді салсаң да сен ұтпайсың деген сияқты ғой енді. Ол Алла Тағала оған 100 жыл өмір берді. Егер оған 1000 жыл өмір берсе де, миллион жыл өмір берсе де, ол кәпір бола берер еді. Құранда аят бар. Алла Тағала олар жаңағы уәлу алималлаху фихим хайран, жаңағы егер Алла Тағала олардың жүректерінде жақсылық, олардың бойларында жақсылық бар екенін білсе, оларға